Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Мен сіздерге тағы да бір ойын түрімен таныстырғым келіп отыр. Мен бұл ойынды пойыз ойыны деп алдым. Оның ішінде қазақ тілі сабағы бойынша септіктер еліне саяхат деп алдым. Қазір біз бастаймыз ойынымызды. Бірінші бізде тапсырмаларды орында дейді. Қазір бастаймыз. Қазақ тілінде неше септік бар деген сұрақ түсіп тұр бізде. Енді соған оқушы өзінің жауабын белгілеу керек. Мысалы 7. Мына жерде көріп тұрсаңыздар, жасыл жанып тұр. Бізде екінші сұрақ, атау септіктерінің сұрақтары қандай? Бізде дұрыс жауабы кім, не, кімдер, нелер. Келесі сұрақ бізде гүлге, далаға сөздері қай септікте тұр? Бар септігі бізде дұрыс. Келесі тур бізде зат есімнің тәуелденуіне байланысты тапсырмалар болады. Бұл жерде дұрыс правда или ложь таңдау керек. Дәптерім, қарындасым бірінші жақта жекешеде тұр. Бұл правда. Келесі Асан мен Үсен достар. Бұл да дұрыс. Келесі бүгін күн салқын сөйлемінде тәуелдеулі зат есімдер бар. Дұрыс па, соны балалар табу керек. Мінекей осылай біздің ойынымыз аяқталды. Мына жерде уақытты жинаған балымызды барлығын көрсетіп тұр. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Егер ұнаса, лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Және де менің каналыма тіркеліп алыңыздар.